Ридерде 239 түлектің 165-і ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырды. Ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижесі туралы біздің телеарнамызға берген сұхбатында қалалық білім бөлімі басшысы Дәулет Ильясов айтып берді. Процент участия составил 66. Оқушылардың пайызы өткен жылмен салыстырғанда 10%-ға жоғарыны құрады, 66%-ды. Әр жыл сайын біз оқушылардың пайызын арттырып келеміз. Мәселен, 2017 жылы жалпы саннан оқушылардың пайызы 24%-ды құраған. 18 жылы 49%-ды, өткен жылы 57%-ды, биыл 66%-ды. Самый высокий балл. Жалпы 140 балдың ішінде ең жоғары балл 128 Шаңырақ мектеп-гимназиясының түлегінде. Тыйым салынған құралдарды, смартфондар мен телефондарды қолданулары үшін 3 адам ОБТ тапсыру жерінен шығарылды. Нәтижелері күшін жойды. Дәрісхана ішінде тыйым салынған құралды, смартфонды қолданған фактісі бар. Министрліктен келген комиссия оны анықтады. Ол түлектер дәрісханадан шығарып, олардың нәтижелері күшін жойды. Бір түлек Шаңырақ мектебінен, тағы біреуі 10-шы мектептен, бір түлек нөмірі 5-ші мектебінен. Өткен жылы тыйым салынған құралдар табылғанда түлектерден алынып, олар әрі қарай ОБТ тапсыра беретін. Биыл талап қатаң. Бірден дәрісханадан шығарылып, нәтижелері күшін жояды. Және ол түлектер жыл бойында ақылы ұлттық бірыңғай тестілеуінде, ақысыз ұлттық бірыңғай тестілеуінде тапсыра алмайды. Средний балл в 2017 году был. 2017 жылы орташа балл 83% болды. Оқушылардың саны аз болған және пайызда жоғары болған. 18 жылы орташа балл 70% болды. Өткен жылы 80, биыл 79 баллды құрады. Самый высокий балл по городу. Риддер қаласы бойынша жоғары балл 128. 8 оқушы бастапқы деңгейді жинай алмады. Ол 50 балл. Олар 50-ден төмен балл алды. 50-ден төмен балл жинағандар колледждерге оқуға түсе алады. Немесе тамызда ұлттық бірыңғай тестілеуді қайта тапсыра алады. Ақылы оқуға жоғары оқу орнына түсе алады.